Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте Б тобына қатысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастырамыз. Олай болса, 8-де 14-ші жаттығудан бастайық. Негізі 8-де 14-ші жаттығуда сіздерде өте көптеген сандар берілген. Оларды сіздер стандарт түрге келтіру керексіздер. Мен сол сандардың ішінен біреуін мысал ретінде көрсетейін сіздерге. Яғни мен бұл жерде жердің массасын мысал ретінде алдым. Мінекей көріп отырсыздар, өте үлкен шама жердің массасы деген. 5-тен кейін 24 цифр бар. Әрине бұл септиллион деп оқылады. Бірақ оқылу сіздерге қатты қажет емес болар. Бізге ең бастысы мұны ықшам түрде, яғни стандарт түрде жазып алуымыз қажет. Үлкен сандарды стандарт түрде жазып алуды сіздер жақсы білесіздер. Бұның соңғы жағында үтір бар деп есептейміз, және оны оңнан солға қарай жылжытамыз. Яғни үтірді 1 мен 10-ның аралығындағы санға жеткенше жылжыта береміз. Яғни қазір мына жерде бар деп есептесек соңғы жағында. Онда бастапқы 3 рет жылжыттық, 6 рет, 9 рет, 12 рет, әрі 3 нөлді санап кетіп бара жатырмын. 15 рет, 18 рет, 21 рет, тағы да мінекей мына жерде 3 цифр жылжытқан кезде үтір мына жерге келеді. Сол кезде 24 рет жылжытқан боламыз. Қайтып санауларыңызға болады, үтірді соңғы жақтан мына жерге дейін жылжыттық. Сонда біз үтірді 24 рет оңнан солға қарай жылжытқан болып есептелеміз. 24 орынға жылжыттық. Сол себепті біз бастапқыда цифрлар жазып аламыз өзін, нөлден басқа цифрларды. Яғни бізде 5,198. Біздегі А деген санымыз 1 мен 10-ның аралығына жату керек еді. 5,198 деген 1 мен 10-ның аралығына жататын сан. Көбейтілген. Біз үтірді 24 рет жылжыттық. Сол себепті 10-ның дәрежесіне 24 жазсақ жеткілікті. Яғни берілген санды стандарт түрге жазған кезде 5,198 көбейтілген 10-ның 24-ші дәрежесі килограмм болды. Ал енді 8-де 16-ші жаттығу. Бұл жерде біз бастапқыда берілген, мысалы бірінші есепті қарастыратын болсақ, 2,7 көбейтілген 10-ның 4-ші дәрежесі тонна берілген. Біз мұны граммен түрлендіруіміз керек. Өте қызықты есептердің бірі. Бұны граммен түрлендіру үшін ең алдымен сіздерге түсінікті болу үшін тоннаны килограммға түрлендіріп алайық. Сосын килограммнан граммға түрлендіреміз. Немесе жоғары жаққа басқа мысал қарастырамыз. Сол арқылы граммен тоннаны граммға түрлендіру үшін нешеге көбейту қажет екенін түсіндіремін. Олай болса, мысал үшін 1 тонна деген масса берілсін. Біз мұны килограммға айналдыру үшін 10-ның 3-ші дәрежесіне, яғни 1000-ға көбейтеміз. Мысалы, 1 тоннада 1000 килограмм бар, сол үшін 1000-ға көбейтеміз. 2 тоннаны килограммға айналдыру үшін 2-ні 1000-ға көбейтеміз, сонда 2000 килограмм болады. Ал 1000 дегенді 10-ның 3-ші дәрежесі түрінде біз жазып аламыз. Өйткені 10-ның 3-ші дәрежесі 1000-ға тең. Мінекей тоннаны 10-ның 3-ші дәрежесіне көбейтсек, ол кезде килограмм шығады. Ал енді килограммды 1 килограммда 1000 грамм бар. 1000-ды жаңа ғана айттым, 10-ның 3-ші дәрежесі деп аламыз деп. Килограммды да 10-ның 3-ші дәрежесіне көбейтетін болсақ, онда грамм шығады. Бізге тоннаны граммға түрлендіру керек. Демек, тоннаны граммға түрлендіру үшін 10-ның 3-ші дәрежесін 2 рет көбейтеміз. Яғни 10-ның 3-ші дәрежесі көбейткен 10-ның 3-ші дәрежесі бізде 10-ның 6-ші дәрежесін береді. Демек, тоннаны граммға түрлендіру үшін берілген санды 10-ның 6-ші дәрежесіне көбейткен жеткілікті. Өйткені оны 10-ның 3-ші дәрежесіне көбейтсек килограмм болады. Тағы да 10-ның 3-ші дәрежесіне көбейтсек, онда граммға айналады. Біз берілген өлшемде 10-ның 6-ші дәрежесіне көбейтеміз. Сол жеткілікті. 2,7-ні өзін жазып алайық. Келесі негіздері бірдей сандар көбейтіліп тұр, оның дәреже көрсеткіштері қосылады. Демек, негізін қайтып өзін жазып аламыз, онда 4-ке 6-ны қосатын болсақ, 10-ші дәрежесі болады. Демек, 2,7 көбейтілген 10-ның 4-ші дәрежесі тонна деп отырғанымыз тең болады. 2,7 көбейтілген 10-ның 10-ші дәрежесі граммға. Тура осылай, тек қана келесі есепте дециметр берілген. Яғни 5,123 көбейтілген 10-ның 12 дәрежесі дециметр. Біз мұны километрмен өлшеуіміз қажет. Мұны тағы да түсіндірейін. Мысалы үшін 2 дециметрді алайық. Біз мұны километрге түрлендіру үшін ең алдымен метрге түрлендіріп алайық. Дециметрді метрге түрлендіру үшін біз дециметрді бөлеміз 10-ға. Өйткені 1 метрде 10 дециметр бар. Сол үшін бұны алдымен 10-ға бөлеміз. Немесе 10-ның -1 дәрежесіне көбейту арқылы жазуға болады. Өйткені бөлімде тұрған 10-ның 1-ші дәрежесін алдына шығаратын болсақ, 10-ның -1-ші дәрежесі болады.
Демек, мен қазір бұны 10-ның минус бірінші дәрежесі деп жазып алайын, түсінікті болу үшін. Яғни дециметрді 10-ның минус бірінші дәрежесін көбейтетін болсақ, немесе 10-ға бөлетін болсақ, бұл жерде метрге түрленеді. Яғни 2 көбейткен 10-ның минус бірінші дәрежесі метр. 10-ның минус бірінші дәрежесі бөлшектің бөлігіне 10 болып түсіп кетеді. 2-ні 10-ға бөлетін болсақ, 0,2 метр болады. Яғни 2 дециметр дегеніміз 0,2 метрге тең. Ал енді біз метрді километрге айналдыруды. Мысалы үшін бізде егер 3000 метр берілетін болса, оны километрге айналдыр десе, біз оны 1000-ға бөліп 3 километр деп айтатынбыз. Ал бұл жерде өте кішкентай өлшем бірліктер берілген. Сол үшін берілген санды, яғни 2 көбейткен 10-ның минус 1 дәрежесі метрді 1000-ға бөлетін болсақ, онда километрге айналады. Ал біз 1000-ды 10-ның 3-ші дәрежесі түрінде жаза аламыз. Өйткені 10-ның 3-ші дәрежесі дегеніміз ол 1000-ға тең. Яғни метрді 1000-ға бөлетін болсақ, онда километр шығады. Ал енді мұндағы 10-ның минус 3-ші дәрежесін бөлшектің алымына көбейту ретінде жібере аламыз. 10-ның минус 3-ші дәрежесін бөлшектің алымына көбейту ретінде жіберетін болсақ, онда 10-ның минус 3-ші дәрежесі болып барады. Мұндағы 10-ның минус 1-ші дәрежесіне 10-ның минус 3-ші дәрежесін көбейтетін болсақ, дәреже көрсеткіштері бір-бірімен қосылады. Минус 1, минус 3 бізде минус 4-ті береді. Демек, 2 көбейткен 10-ның минус 4-ші дәрежесі километр деп жазылар екенбіз. Мұнан қорытынды жасауға болады. Дециметрді километрге түрлендіру үшін 10-ның минус 4-ші дәрежесіне көбейтсек жеткілікті. Демек, 5,23 көбейтілген 10-ның 12-ші дәрежесі дециметрін біз көбейтеміз 10-ның минус 4-ші дәрежесіне. Өйткені дециметрді километрге осылай түрлендіре аламыз. Тең болады 5,23-тің өзін жазамыз. Ал енді негіздері бірдей болып отыр. Оның негізін өзін өзгерісі жазып, дәреже көрсеткіштерін қосамыз. 12 қосылу жақшаның ішіне минус 4. Олар әрине жақшаны ашқан кезде, жақшаның сыртындағы плюс пен минусқа айналып кетеді. 12-ден 4 азайтамыз ол кезде. 10-ның 8-ші дәрежесі қалады. Мінекей, 5,23 көбейткен 10-ның 12-ші дәрежесі дециметрді километрге айналдыру үшін 10-ның минус 4-ші дәрежесін көбейттік. Сол кезде 5,23 көбейтілген 10-ның 8-ші дәрежесі километр шықты. Осылайша қалған есептерді өздеріңіз түрлендіріп жаза аласыздар. Естеріңізде болсын. Үлкен өлшем бірліктен кішкентай өлшем бірлікке түрлендірген кезде дәреже көрсеткіші артады. Яғни бастапқыда 4 дәреже болған, сосын 10 дәрежеге айналды. Ал керісінше кішкентай өлшем бірліктен үлкен өлшем бірлікке түрлендіретін болсаңыздар, ол кезде дәреже көрсеткіші кемиді. Мысалы үшін бастапқыда 12 болды, сосын 8 болды. Өйткені кішкентай өлшем бірліктен үлкен өлшем бірлікке түрлендірген кезде минус дәрежеге көбейтеміз. Керісінше үлкен өлшем бірліктен кішкентай өлшем бірлікке түрлендірген кезде, мысалы тонна үлкен, ал грамм кішкентай. Ол кезде плюс дәрежеге көбейтеміз. Сол нәрсені ескеріңіздер.